Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы озон. Сабағымыздың мақсаты оттектің аллотропиялық түр өзгерісінің құрамы мен қасиеттерін салыстыру, бағалау критерийлері оттектің аллотропиялық түр өзгерісінің құрамы мен қасиеттерін біледі. Озонның қасиеті. Озон молекуласы оттектің 3 атомнан тұратын көгілдір түсті өзіне тән өткір иісі бар газ. Химиялық қасиеті. Оттекке қарағанда озонның ерекше химиялық белсенділігі байқалғандықтан озоны көп ауамен тыныс алуға болмайды. Және де калий иодидіне осы озон ауасын жіберсе, йод бос күйінде бөлініп шығады. Озон өте тым белсенді болғандықтан каучукты бүлдіріп, органикалық бояуларды түссіздендіреді. Спирт қосқанда ол жанады. Азот күміспен тез әрекеттесу арқылы күміс оксидін оңай бөледі. Озонның қолданылуы, яғни ауаны тазарту үшін, судағы және бөлме ауасындағы бактериялар жою үшін, және де тікелей күн сәулесінен түсетін ультракүлгін сәулесін өзіне жұту арқылы жер бетіндегі тіршілікті сақтайды. Атмосфералық озонның 90% стратосферада болады. Ол жер бетінен 50 км биіктікте орналасқан. Жердің әртүрлі ендігіне байланысты озон қабатының биіктігі де, қалыңдығы да әртүрлі болады. Озон қабатының жұқаруының себептері мен зардабы: адам шашқа арналған лак, дезодорант және күнделікті тұрмыста қолданылатын тоңазытқыш пен ауа салқындатқыштар пайдаланады. Дәл осыдан бөлінетін заттар озон қабатының жұқаруының негізгі себебі болып саналады. Осы заттардың құрамында болатын фреон күн сәулесінің әсерінен хлор бөледі. Нәтижесінде ультракүлгін сәулесінің деңгейі көтеріліп, терінің қатерлі ісік ауруына, тірі ағзаның иммундық жүйесіне, өсімдіктердің жасушаларының бұзады. Озон қабатының жұқаруы климаттың өзгеруіне тікелей әсер етеді. Климат өзгергенде бізде жер бетінде құрғақшылық, азық-түлік тапшылығы болуы мүмкін. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.